Сәлеметсіздер ме? Мен ЮНИСЕФ-тің докторы Пия Ребелла Бриттомын. Біз балаларды дамытуға көмектесеміз. Ал бұл мен, сенің сүйкімді де мейірімді досың Гровер. Баланың ақылды, мықты және мейірімді болып өсу үшін не істеу керек екендігі жайлы түсіндіруіме Гровер маған көмектеседі. Себебі олар Сезам көшесінде күнде дәл осыны жасайды. Мен мына кішкентай көшет жайлы сөйлесеміз деп ойладым. Ой, қараңызшы, ол қандай сүйкімді. Иә, сен сүйкімдісің. Оның түрі әдемі, Гровер. Сен оған жақсы күтім жасайтын боларсың. Иә, әлбетте. Алайда біз бастамас бұрын, менің саған қоятын маңызды сұрағым бар. Қандай? Сен әр адам үшін сәби шағынан бастап, ержеткенге дейін қай кезең ең маңызды екенін білесің бе? Доктор Пия. Әрине, өмірдің қай кезеңі маңызды екенін мен білем. Ол... Мен саған көмектесейін. Өмірдегі ең маңызды кезең бұл сен сәби болған алғашқы бірнеше жыл. Міне осы кезде ми өте жылдам. Өмірдің басқа кезеңдеріне қарағанда әлде қайда жылдамырақ өседі. Ми әрбір секунд сайын дерлік мыңдаған байланысты орнатады. Кейбіреулер тіпті мидың 80%-дан астамы баланың 3 жасқа келуіне қарай қалыптасады деп есептейді. Әрине, бірақ ми мұны қауіпсіз жағдайда болғанда, толыққанды тамақтанғанда, ойнауға арналған уақытпен, мол сүйіспеншілік алғанда ғана атқара алады. Тамақтан ойна жақсы көр. Әрине, бірақ ми мұны қауіпсіз жағдайда болғанда, толыққанды тамақтанғанда, ойнауға арналған уақытпен, мол сүйіспеншілік алғанда ғана атқара алады. Тамақтан, ойна, жақсы көр. Иә, бұл оңай, доктор Пия. Мен күнде достарыммен Сезам көшесінде тамақтанам, ойнайым және жақсы көрем. Міне сондықтан да сен маған көмектесесің. Ал бала миының кішкентай көшеттен айырмашылығы көп емес. Тоқтаңыз, сіз не демекшісіз? Олар екеуі де қуат алуы керек. Сен әрбір жеген тамақтың жартысынан көбі бала миының дамуына кететінін білдің бе? Бұл энергияның барлығы нейрон байланыстарын жасауға ықпал етеді. Кішкентай көшетте суды көп қажет етеді. Міне саған аздап су және топырақ, күн сәулесі, бұл сенің үлкен және мықты болып өсуің үшін. Өте дұрыс. Егер көшетті суармаса, оған күн сәулесі түспесе, ол гүлдемейді. Келесі ойын. Кішкентай баламен сөйлесу, өлең айту, құшақтасу, ойнау бұл тек көңілді ғана емес. Бұл нейрон байланыстарын құру үшін де өте маңызды. Мен қалай ойнау керектігін білем. Қоспақ, енді сенің кезегің. Және де гүлденіп көркею үшін балаларға махаббат, мол сүйіспеншілік, қауіпсіз және бақытты орта керек. Иә, махаббат. Мен сені тереземнің алдына отырғызам. Онда сен күн сәулесіне жылынасың, қауіпсіз және бақытты боласың, және керемет Сезам көшесіне қарап отырасың. Басқаша айтар болсақ, балалар күнделікті сәттер арқылы үйренеді және өседі. Біз пайдалы тағамның, ойынның және сүйіспеншіліктің күшін бағалай білуіміз керек. Бұл балалардың мықты және дендері сау болу үшін қажет. Иә, мұна сүйкімді көшетте күндердің бір күнінде әдемі және үлкен гүлге айналады. Және әрбір гүлге күтім жасалған кезде, Гровер, құлпырған бақша өсіп шығады. Сондықтан балдырғандарға өмірінің алғашқы күнінен ақ бар жақсылықты ұсыну үшін ЮНИСЕФ пен Сезам көшесіне қосылыңыздар. Ең жақсысын. Сіздер оған лайықсыздар.